1 қазан халықаралық қарттар күні мерекесіне орай аудан басшысы еңбек ардагері Мария Горбуноваға барды. Мария Александровна тыл және еңбек ардагері, өмір жолының 40 жылдан астам уақытын темір жол саласына арнаған. Биыл маусым айында 100 жас мерейтойын атап өтті. Аудан әкімі Еркебұлан Ихсанов, еңбек ардагері Садық Мырзағалиев пен қала әкімі Арсен Баяндықов, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Ольга Басимовымен және ішкі саясат бөлімінің басшысы Ақмарал Исмагуловымен бірге қарттар күні мерекесінде ғасыр жасаған ғұмыр иесінің үйіне барып қайтты. Мы пришли сказать вам огромное спасибо. Сіздің атқарған еңбегіңіз үшін зор алғысымызды білдіргелі келдік. Қиын кездерде еңбек еттіңіз. Соғыс жылдарында, тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында ел басына түскен бар қиындықты көтеріп, аудан игілігі жолында тер төктіңіз. Аудан басшысы ардагерге алғыс хат ұсынып сыйлық табыстады. Бұл ілтипатқа риза болған әжей келген қонақтарға тілегін жаудырды. Мария Александровна жалғыз тұрғанына қарамастан балалары, немерелері, шөберелері және көршілері күнде келіп жағдайын сұрап тұрады. Барлық келушілерді бақшасында өскен таңқураймен, таңқурай тосабымен қарсы алады. Бұл кісі енді 100-ге толып кетті. Үлкен жас, бірен саран келеді, қоғанда жасқа келмейді. Бірақ денсаулығы жаман емес еді. Дұрыс әңгімелеседі, дұрыс сөзін айтады. Кіргенде ягоды бар, малинуға шай істеп, сөйтіп жазды. Содан танимын бұл кісіні. Біз үшін, ақсайлықтар үшін, қаламызда бір ғасыр өмір сүрген жандардың тұратындығы үлкен мақтаныш, дейді әжейдің қонақтары. Мария Александровна өмірінің көп жылдарын, еңбек жолын Бөрлі ауданымен байланыстырған. Бұл жаққа тың жерлерді игеру жылдарында келіп қоныстанған. Аудан игілігі үшін 40 жылдан астам уақыт қызмет еткен. Анаргүл Көшірбаева, Майя Амирова, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.